Тема педагогического совета сегодня – мой стильный урок. Как повысить успеваемость через лесом стадии. Күн тәртібінде қаралатын мәселелер 2022-2023 оқу жылының 1-тоқсан қорытындысы бойынша оқушылардың үлгерімі мен білім сапасын талдау, мемлекеттік білім беру стандартын орындау. Баяндаушы Атанова Айнұр Жамболовна. Лесом стадия оқыту мен оқу үрдісін жаңартудың бір жолы. Димухамед Давидкулович Сулайманов. Үшінші сұрақ: жас ұрпақтың тәртіпті, саналы тұлға болып қалыптастыруына тәрбие процесінің әсері. Дидар Оралбеков. Әр тоқсанның қорытындысы, оқу жылының қорытындысы, педагогикалық талдау жасау ісі кеткен кемшіліктердің себебін анықтау, алдағы оқу жылына міндеттер белгілеу болып табылады. 2022-2023 оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беру ұйымдарындағы оқу процесін ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы әдістемелік нұсқау хаты басшылыққа алынып, мектептің оқу тәрбие жұмыстары жүйелі ұйымдастырылды. Жоспарлағаннан кейін ол жердегі алтын мұғалім қалып не жасау керек болады? Не жасау керек? Талқылау керек. Лессон стадия сіздерге барлығын әкеліп береді, барлығын істеп береді, сіз үшін жасайды емес. Бұл сіздің жаңа мен айтқан непоколебимая вера в себя. Жоспарлаймыз. Ол жоспарлағаннан кейін міндетті түрде ол жерде бүкіл 45 минутты бөліп тастаймыз. Не жасайды Зинаида? Басында не жасайды, ортасында және соңында не жасайды. Какой должен быть продукт в конце урока? Получать какие результаты, не академические. Мы заканчиваем наш проект совместный. После плана урока у нас тема, объявляется цель урока. Потом мы сделали учитель, ученик и урок. Жоспарымыз сабақтың және тайм-менеджмент. Жалпы сабақтың жоспар негізі ол сабақ оқу мақсатынан, сабақ міндетінен саналудан Систем, футбол алаңы, баскетбол алаңы. Своего рода как спортивный спринт. Потому что мы распределяем время, тайм-менеджмент, у нас четко будет распределено. И у детей тоже, да? Вот открывается как бы портал. Ну, у нас урок идет как в виде портала, вот в Гарри Поттер. Одан кейін тапсырмалар берілген кезде task 1, task 2, task 3, жеке жұптық, сосын топтық тапсырмалар арқылы, яғни шығармашылық жұмыс арқылы өтеді. Работу с краской индивидуально, каждый ребенок, работу с учебником, запись читать. Тема определена, и в конце концов мы должны ребенка научить знать, что такое географическая номенклатура. Следующий вопрос – это жоспар. Сабақтың жоспары бірінші кезең бұл ұйымдастыру кезеңі. Блум таксономиясына салып жоспарладық. Жалпы сабақтың барлығы осы Блум таксономиясына салып жоспарланса, сабақ жемісті болады деп есептейміз. Али деген араб тілінен аударғанда, құрметті әріптестер, али деген сөздің синонимі, яғни заңғар, зор, биік деген мағынаны береді екен. Жалпы ұлттың болашағы ұрпағында болса, ұрпақтың тәрбиесі ұстаздың қолында. Олай болса, оқу тәрбие процесі арқылы оқушыны мектеп қабырғасында бәсекеге қабілетті, тәртіпті тұлға етіп қалыптастыруымыз. Сонымен бірге 25 қазан күні республика күніне орай да бізде мектепке жұмыс жоспары құрылды. Сол жоспар бойынша да біз жаңа білім басқармасына есеп беріп, Қыз айтқандай, әр 90 сайын сіздердің сол осы уақыт аралығында қайда қатыстыңыз, қандай семинарға бардыңыз, қалалық деңгейде, мектепішілік деңгейде, республикалық, халықаралық деңгейде қандай
семинарларға, конференцияларға қатыстыңыз, соның мониторингі міндетті түрде жасалып отыратынын естеріңізге салғым келеді. Келіп, не үшін оқушыларға тәлім тәрбие беріп? Стадия оқыту мен оқу үрдісінің бірден-бір жолы болып табылып, жоба жұмысының жүргізілуі жоспар бойынша күшейтілсін. Оқу процесінде оқушылардың тәртібі мен тәрбиесіне қатаң көңіл бөлініп, үнемі сынып жетекшілерінің бақылауында болсын.